стандартный не. Стандартный. Стандартный қосқан кезде аппаратта и начало дня деген бар. Осыны қосасыз, осы жердің кезінде окончание дня дегенді қосасыз. Сол кезде аппарат өзі жаңағы бір тағы да бір не істейді. Болды. Сиярлары уже оценивают. Так, ең алдымен біз жаңа стандартныйдан начало днядың басып тазалап алдық. И одан кейінгісі алдымен мына жерде. Енді сразу мысалы жұмыс басталатын кезде жаңа неңізді қойып алсаңыз болады, мына ненің ішінен. Так, установканың ішінде қой деймін. Жоқ. Так, установить температуру деген бар. Мне установка температуры. Сразу на 37 градусқа қойып аласыз, өйткені бізде 37 істейді ол барлығы. Чтобы қыза беретін жерде. И одан кейінгісінде одан уже пациент қоятын болсаңыз, образец дегенге кіресіз да. Сразу мысалы бірінші барлығын қоймай тұрып бірінші образецтерді шешіп аламыз. Ол үшін добавить числовой код дейміз. И мына жерге біз всего деген жерде неше қанша пациент бар соны жазасыз. Мысалы 3 пациенттер дейтін болсақ, окей дейміз, үшеуі шығады. И осының ішінен үшеуіне әртүрлі наборларды қолдануымыз мүмкін, или барлығына бір нені қолдануымыз мүмкін. 3 пациентке Т3-ті таңдайтын болсақ, одан кейін рабочий лист деген басасыз мына жердегі. Ортасында тұр. Рабочий листті басамыз. И мына жаққа шығады. И одан кейін барып калибровка. Егер жаңадан набор болатын болса, калибровка. Бірінші рет істейтін болсаңыз. Окей дейміз. И одан кейін барып запрос басамыз. Окей дейміз. Мыналардың барлығы көрінеді. Окей дейміз. Өйткені бірақ набор қолдандық. Тағы да окей. И одан кейін барып мына жерге шықты. Шыққан кезде барлығы көрініп тұр. Мына жерге үстіне жақындаған кезде именно біздің конъюгатымыз ба, мысалы бірінші тұрған конъюгат деп тұр. Конты 4 деп тұрса, мына жерге біріншінің дәл центрына қоямыз. Кірмесін ашып, екіншісінің үстіне барған кезде дәл солай ТМБ дейді, ТМБ-сын өзінің дәл центрына қоямыз. Одан кейін мына жерде ФСБ стоп реагент үшінші неге, стоп реагентті үшінші неге қойып, төртіншісіне натрий хлоридінің физрастырын орналастырамыз. Қанша образец, қанша набор жасасақ та, олардың барлығына бір не қойсақ жетеді. Екінші қатарда уже біз бұлардың нелерін стандарттарын орналастырамыз. Мысалы, әрқайсының өзінің контрольныйдан басқаның бәрінің үстінде стандарттары болады. 10, 20, 40, 80 деген сияқты. Осылардың барлығын проверкаға құйып, көз мөлшермен олардың барлығын мына екінші қатарға бір стриптің размерінде орналастырып шығамыз. Мына жерде көрсеткені бойынша, мысалы, мына жерде 9-3 дейді. Үстіне жақындасақ көрінеді, мысалға стандарт 1, стандарт 2, стандарт 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бен 9-да уже пациенттің 7-8 пациент. Біз 3 пациент деп есептегендіктен. Бұған оптимизация жасау болады. Стрип шығын болмау үшін, может 2 пациентті келесін қосуға болады. Мына жерде де дәл сондай, бұл жерге таза стрипті ашып, планшеттің ішіне, бұны мысалы бізде былайнан тұрма, әріптердің реттігі бойынша осыларды орналастырамыз. Мысалы былайнан орналасады, бір стрипті ғана қойып, қалған бәрін алып тастап, соны мына жерде ашып орналастырамыз өзінің бағытымен. Қалға жерде өзінің ұяшығына өзі четко отырады.
өзі стриптарды орналастырған бетін жаппай кетеміз. жоқ жаба саламыз кейін жаппай ақ қойсаңыз болады в принципе мынау жабылады ғой өйткені И одан кейін барып стартқа басамыз. Басайын ба? жоқ қазір енді ашып барлығын қояйық Аха. сосын уже старт Одан кейін стартты басқаннан кейін уже жайлап өзі оқи бастайды. Мына жердегі жаңағы растворлар мен мына жердегі стандарттардан мына жерге өзі стрипқа микстарын өзі жасап өзі оқитын болады. И опцияның ішінен начало дня конце дня деген бірдеңені басады. Сол кезде өзі өшіріп и X пен жауып шықсақ данныйлардың бәрі өз ішінде сақталады. дұрыс